Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Asa hürmetli Rinat Norum. Para негізі параның дұрыс мағынасын түсінейік, бірінші ережесін түсінейік. Пара деген ғұламалар айтады, бір адам өз міндетін орындау үшін, бір парыз уәжібін орындау үшін ақша алатын болса, ол параға жатады. Себебі ол өзінің міндеті деп саналады. Мысалы, бір университетте, колледжде оқитын жас бала немесе қыз түгел бәрін 5-пен өткен болса, бірақ апайлары көтермей, ағайлары көтермей, оны ақша алатын болса, ол бергені параға жатпайды. Себебі ол міндеті сабақ оқу еді, бұл міндетін атқарды. Оның сұраған адамға пара болып саналады, берген адамға пара болмайды. Бірақ екінші беті бар оның. Қалай мәселенің? Екінші беті бұл сабақты оқымай, міндетін атқармай, енді оқу керек еді, оқыған жоқ, ақшамен өтсе ол пара болып саналады. Fiqh kitaplarda жаңында Бахр Ақды, Бахр Хиндиеде, Бадай Санайды, fiqh kitaplarımızda айтады. Bir әйел дейді, өз қызын тұрмысқа шығару міндет. Сол міндет бола тұра бір жігіт келіп жаңағы әйелге айтса, сіз қызыңызды таныстырың маған, осындай ақша берем десе, ол жаңағы қызын таныстырып ақша алатын болса, ол пара болады. Себебі қызын үйлендіру, ол міндеті, өз міндетін атқару үшін ақша алу, ол пара болып саналады олар. Бірақ міндеті емес, бір өзіне міндет емес, парыз емес, уәжіп емес, ол жұмысты атқару, соған ақша алса, ол пара болмайды, ол хақысы болып саналады. Жаңағыдай мәселеде де, жаңағыдай егер пойыздағы адам сіздің жаңа аманатыңызды апару үшін оған міндет болмаса, оған ақша беру ешқандай зияны жоқ. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва لبيك لا شريك لك لبيك